Мен бүгін таң атпай қыздар қатты ашулым. Неге деп сұрайсыздар ма? Себебі қаншама тамақ қараңыздар, ысырап қалада тұрған соң не ит жоқ бұны беретін, балалар не нормально тамақ жемейді, не каша жемейді. Бұларды қалай жегізуге болады, айтыңыздаршы. Жейтіндері тока сок, пюре болса болды, басқа дым жемейді. Жарайды, не болса да бүгін выходной пицца жасап берейін дедім. Ленивый пицца жасайтын боламыз қыздар. Бүгін бізге керек осындай лаваш, яғни 2-3 бөлшегін алып, тура видеодағыдай, яғни осылай майдалап тура аламыз. Одан кейін осындай 3 жұмыртқамызды алып, бөліп, үстіне сәл ғана тұз қосып, жақсылап араластырамыз да. Үстіне осы лавашымызды салып, жақсылап тестамызды дайындап аламыз. Кейін табанымызды қыздырып, үстіне сәл ғана май құясыздар да, тестамызды салып, сәл-сәл кетчуп салып жіберсеңіздер болады. Одан кейін помидор, колбаса, перец, үйде не бар барлығын саласыздар да, бетін сырмен жақсылап тұрып жауып, зелень болса, зелень салсаңыздар болады. Және орта отта, қыздар, мен 5 градуспен қарап, орташа отта қақпағын жауып 10-15 минут пісіріп аламыз қыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бар жоғы 15 минутта дайындалады. Дәмі деген суперский болып шығады. Маған да өзіме қатты ұнады. Осындай анда-санда өздеріңізге выходной күн жасап тұрыңыздар. Всем пока!